Barchaga salom do'stlar, sizlarмен tag'i sport жаңалықтары. Videoni бастамас burun arnaga tirkelib, videoga like bosuvni unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар тек qana bizde bo'ladi. WBS басшысы Alimxan Ulu'nun ayqasin болдырмай қойғанын мойындады. Бүкіләлемдік бокс кеңесінің WBS президенті Маурисио Сулейман британиялық Хамза Шираздың алдағы жоспары туралы мәлімдеме жасады. Алда Шираз WBS титулы үшін айқасатыны айтылды. Сулейманның сөзінше WBO ұйымы британиялық Жәнібек Әлемхан ұлына міндетті қарсылас еткенге дейін WBS Хамза Шираз Карлос Адамес жекпе-жегін өткізу туралы шешім шығарып қойған болатын. Сулейман Шираз WBS титулы үшін айқасатынын сенемін деп жазыпты. Жәнібек Әлемхан ұлы Канелоға жекпе-жек уақытын ұсынды. Орта салмақта WBO және IBF чемпионы Жәнібек Әлемхан ұлы екінші орта дивизионда өнер көрсететін бокс жұлдызы Саул Канело Альвареске ақпанда жекпе-жек өткізуді ұсынды. Менімен жұдырықтасуға Канелоның ғана батылып барады деп ойлаймын. Канело ақпан айында айқасайық. Мен салмағымдағы чемпиондар жекпе-жекке шығудан қорқады. Әлемге жақсы бокс көрсетейік деп жазыпты Жәнібек X желісінде. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.